Оливье мырза, швейцариялық банктер өз клиенттерін алаяқтықтан қалай қорғайды? Олардың қандай заңды міндеттемелері бар? Міндеттемелердің екі түрін ажыратып алу керек. Келісімшарт талаптарынан туындайтын азаматтық құқықтық және реттеушілік міндеттемелер. Келісімшарт бойынша банктер қаражаттың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті, бірақ жалпы шарттарда өз жауапкершілігін шектеуге тырысады. Көптеген келісімшарттарда қаражатты аудару кезіндегі тәуекелдерді беру туралы ескертпе болады. Бұл алаяқтық қаупі ресми түрде клиентке жүктелетінін білдіреді. Алайда швейцариялық соттар мұндай жағдайларды үш кезеңге бөліп зерттейді. Бірінші, келісімшартты тексеру, ескертпенің бар жоғы анықталады. Екінші, банктың сақтығын бағалау. Егер нұсқаулық алаяқтан түссе, банк күмәнді өкімді алған кезде тиісті сақтық танытты ма жоқ па, соны сот бағалайды. Операцияның әдеттен тыс сипаты талданады. Егер банк дөрекі немқұрайлық танытса, дауыс айырмашылығы, жазу стилінің өзгеруі, мекенжайдағы қателер, жауапкершілік банкке жүктеледі. Үшінші, клиенттің абайсыздығын тексеру. Клиент үшінші тұлғаларға пароль немесе құпия ақпаратты берді ме жоқ па, соны тексереді. Реттеушілік тұрғыдан банктер ішкі қауіптерді басқару жүйелеріне және заманауи IT инфрақұрылымға ие болуға міндетті. Швейцарияда Финма мемлекеттік реттеушісі банктерге қандай талаптар қояды? Нақты міндеттер банктың қызмет сипатына байланысты. Финма талаптарына сай банк алаяқтықтың алдын алудың ішкі жүйесіне ие болу керек. Бұл жүйе жасанды интеллект технологияларын пайдалануды және көп деңгейлі қорғанысты қамтиды. Бірінші шеп клиенттермен жұмыс істейтін менеджерлер. Олар клиенттің бейнін жақсы білуі тиіс. Күмәнді өтініш түссе, қызметкер шара қолдануға міндетті. Екінші шеп комплайнс бөлімшесі. Олар IT жүйелерден түскен сигналды тексереді. Егер банк стандарттарды сақтамаса, реттеушілік санкцияларға ұшырайды. Егер банк тарапынан дөрекі немқұрайлыққа жол берілсе, яғни әдеттен тыс операция кезінде қажетті тексерулер жүргізілмесе, банк шығынды өтейді. Сондай-ақ, егер банктың ішкі жүйесі белгілі алаяқтық түрін анықтай алмаса, банк жауап береді. Банктік құпия алаяқтықты тергеуге қалай әсер етеді? Айтарлықтай кедергі жоқ. Швейцария халықаралық ақпарат алмасу талаптарына толық сәйкес келеді. Банктық құпия клиенттің өзіне қатысты қолданылмайды. Зардап шеккен клиент құқық қорғау органдарына жүгіне алады, ал банк прокуратурамен ынтымақтасуға міндетті. Алайда іс жүзінде қиындықтар бар. Кейбір банктер полициямен жұмыс істеуге құлықсыз, тек прокуратураны таниды. Осыған байланысты аударымдарды жедел бұғаттау үшін полиция мен банктер арасындағы өзара іс-қимылды жақсарту тетіктері әзірленуде. Сот практикасында жауапкершілікті бөлу қалай жүзеге асады? Швейцарияның федералды соты үш кезеңді әдістемені қолданады. Өкімнің заңдылығы. Клиент телефон немесе пошта арқылы өкім беруге рұқсат берді ме? Рұқсат берілмеген арна қолданылса, банк зиянды өтейді. Екінші, тиісті сақтық. Операция әдеттегідей емес болса, банк қосымша тексеру жүргізуге міндетті. Егер сигналдар ескерілмесе, жауапкершілік банкке жүктеледі. Үшінші, клиенттің мінез құлқы. Клиент құпия ақпаратты беріп қойса, жауапкершілік тараптар арасында пропорционалды. Мысалы, 1/3 бөлігі клиентке, 2/3 бөлігі банкке бөлінуі мүмкін. Жаңа технологиялар, дипфейк, жасанды интеллект жағдайында клиенттерді қорғау қалай дамып жатыр? Швейцарияда жақсартуға болатын тұс банктердің құрбандармен жұмыс істеу тәсілі. Аз сомалар бойынша банктер бітімгершілікке сирек барады. Себебі Швейцарияда сот төрлігі өте қымбат. Заңгерлік қызмет ставкасы жоғары, ал жеңіп шыққан күннің өзінде сот шығындарды толық өтемейді. Бұл клиент үшін соттасуды тиімсіз етеді. Салыстыру үшін, Ұлыбританияда банктерді 100 000 фунтқа дейін зиянды өтеуге міндеттейтін норма қабылданған. Бұл банктерді қауіпсіздікті күшейтуге мәжбүрлейді. Швейцарияда әлі мұндай механизм жоқ. Швейцариялық банктер алаяқтардың негізгі нысаны, өйткені мұнда бүкіл әлемнен дәулетті адамдар қаражат сақтайды. Көбіне 50 000, 100 000 франкі бар соттар шабуылға ұшырайды. Себебі бұл сома үшін қымбат сот процесін бастау тиімсіз. Сондай-ақ ішкі алаяқтыққа назар аудару керек. Кейде банк қызметкері жалған үзінді көшірмелер беріп, төлем тапсырмаларын қолдан жасау арқылы қаражатты ұрлайды. Ақша шетелдік юрисдикцияларға немесе жалған инвестициялық схемаларға шығарылады. Сондықтан алаяқтық тек сыртқы емес, ішкі де болуы мүмкін екенін түсіну маңызды. Сұхбатыңызға рахмет.